Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы, халық арасынан шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болған Абай Құнанбайұлы. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті. Алланы танытуға сөз айырмас. Аман ту оқымаған кісі бар ма? Уақту бихи дегенмен ісі бар ма? Ал өзгермес адамзат күнде өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге сөзді ғарға. Замана шаруа мінез күнде өзгерді. Оларға кез кезімен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлұқ өзгерер, ал өзгермес. Ахлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастастай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті. Осы үш сүю болады иман егіл. Иманның асыл үш деп сен тақиқ біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың түгіл. Дін де осы шын ойласаң тағат досы. Екі дүние бұл тасдиқ хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш бар. Пайда мақтан әуес қой онан шошы. Руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң жақсы тұт бәрін тегіз. Бастапқышын бекітпей соңғы төртті. Қылғанменен татымды бермес жеміз. Бас жоғары жаралған мойын төмен, қарашы дене біткен ретімен, істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хуснизан мен иманды білді ойлаған, иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жусада іші оңбаған. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мумин болсаң үйреніп сенде ұқсап бақ. Құран рас Алланың сөзідір ол, тәуелін білерлік ғылымың шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда мақтан әуес қой шайтан ісі, кәні біздің нәпсіні тыйғанымыз. Мумин болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол. Шын иланда таз ойла бір иманды, мұнафиқ намаз қылмап па мағлұм ғой ол. Аллашыңды айтқызбай біле дойла, пендесіне қастықпен кінә қойма. Распенен таласпа мумин болсаң, ойла айттым адамдық атын жойма. Достар, Абай атамыздың осындай керемет өлеңін соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызды қолдай отырыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.